Тікелей эфирде 7-7 News, студияда Айша Жақсыберген. Қайырлы кеш. Бүгін жаңалықтардан көретіндеріңіз. Жуалыдағы мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асуы бақылауда. Бақ өкілдерінің қатысуымен өткен баспасөз турында аудандағы ауқымды жобалардың жұмысы таныстырылды. 2019 жылға дейін газ құбырлар толығымен жер астына ауыстырылуы керек. Бұл жұмысқа жауапты Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамының тілікті дер кезінде тиянақтауы Тараз қалалық мәслихатының бақылауында. Күннің суы мен қауын қарбыздардың саудасы қыза түсті. Сатылымдағы бақша дақылдары санитарлық нормаларға қаншалықты сай, бейберекет жаулаған сауданы қалай тоқтатуға болады? Бұл туралы бірер уақыттан соң білетін боласыздар. Бүгінде еңбек етем деушілерге мемлекет тарапынан қолдау баршылық. Елбасы жолдауы 5 институционалдық реформаны жүзеге асыруға бағытталған. 100 нақты қадам жобасында да кәсіпкерлікті дамыту мәселесі назардан тыс қалмаған. Аталған мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалардың орындалу барысын бақылау бағытында бақ өкілдерінің қатысуымен Жуалы ауданында баспасөз туры өтті. Толығырақ тілшіміз Мерей Байет тарқатады. Жуалы ауданында аталған бағдарламаларды ұтымды пайдаланғандардың бірі орталық Азиядағы ірі Борнуе Солар күн электр станциясы. Нұрлан Қапенов басшылығындағы мекеме Жуалы ауданының Нұрлыкент ауылында орналасқан. 2015 жылдың 2 шілдесінде іске қосылған кәсіпорын сағатына 50 мегаваттқа дейін күн электр қуатын өндіруге қауқарлы. Жобаның жалпы құны 22,6 миллиард теңгені құрайды. Қазіргі таңда кәсіпорын 200 адамды жұмыспен қамтып отыр. Кәсібін дөңгелетіп отырған кәсіпкерлердің бірі Оздамиров Лечи бастаған сүт өнімдерін өңдейтін СМТС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 2004 жылы құрылған кәсіпорын ауыл шаруашылық өнімдерінің чечил, голландық, ресейлік, башихондық сары ірімшіктер, сары май және өсімдік майын өндіреді. Онымен қатар жаз мезгілінде алкогольсіз сусындардың 8 түрін шығарады. На сегодняшний день бүгінгі таңда біз тек ауыл шаруашылықтарымен бірігіп, солардың сүт өнімдерін пайдаланамыз. Және біздің тауарларымыз экологиялық таза екендігін айтқым келеді. Қазіргі таңда 3 тоннадан астам сүт өнімдерін халыққа ұсынудамыз. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында субсидияға ие болған Әсемова жеке кәсіпкерлігі әйел киімдерін тігумен, сатумен және ұлттық нақыштағы киімдерді жалға берумен айналысады. Мемлекет тарапынан берілген 12,3 миллион теңгеге Қытайдан тігін жабдықтары сатып алынған. Бүгінде мұнда жергілікті 5 тұрғын жұмыс жасауда. Келесі нысан Еркемай жекеменшік балабақшасы. Бұл әлеуметтік нысан 20 бүлдіршінге шақталған. Мұндағы жағдай қаладағы мекемелерден еш кем емес. 2-6 жас аралығындағы балаларды аптасына 6 күн қарайды. Тәрбие тәсілдерінде де өзіндік ерекшелік бар екен. Ұлттық салт дәстүрге баса мән берген. 2015 жылы күрделі жөндеуден өткен мекемеде бүгінде 2 мұғалім қызмет атқарады. Білім бөлімінің басшыларымен ақылдаса, кеңесе, осы өз жекеменшік үйімізді балабақша қылып ашу ойымызға келді. Келесі жылға Құдай бұйыртса бір жаңағы мынау ісімізді алға қарай басып, кішкене ағылшын тілін қоссақ па деген ойым бар. 2015 жылы Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылында аумағы 1200 шаршы метрді құрайтын жаңа спорт кешені қолданысқа берілді. 200 орынды спорт кешенінде 25 жаттықтырушы дзюдо, бокс, гир спорты, қазақ күресі спорт түрлерінен тәлім береді. Ауданның 11 ауылында 8 спорт түрінен бөлімшелері қамтылған. Аталған мекеме спортшылары бүгінде әлемдік халықаралық додаларда жетістіктерге жетуде. Сонымен қатар мемлекеттік бағдарлама аясында салынып жатқан нөмірі 9 Абай атындағы орта мектебінің құрылысы аяқталуға жақын. Аудан орталығынан шалғай орналасқан Қошқарата ауылының бұрынғы мектебі сонау 60 жылдары бой көтерген. Ескірген ғимарат бүгінде тозығы жеткен. Салынып жатқан білім ордасында қыркүйек айынан бастап қатар жатқан 3 елді мекен оқушылары білім алатын болады. Құрылыс алаңында 70 құрылысшы, 10 техника тынбай еңбек етуде. Қазір жұмыс 80% аяқталған. Енді тек абаттандыру, әрлеу жұмыстары жүргізілуде.
2015 жылы мамыр айынан бастап соғылып жатыр. Жалпы құны 440 миллион теңге. Көпшілік жергілікті тұрғындар осы ауданнан, облыс орталығынан құрылысшылар жұмыс істеп жатыр. Август айының 2-ші онкүндігінде мектепті толық тапсырамыз деген ойдамыз. Облыстың оңтүстік батысында орналасқан Жуалы ауданында негізінен мал шаруашылығы, сүт өнімдерін әзірлеу сынды салалары қарқынды дамып келеді. Осы арқылы ел әлеуетін арттырып, мемлекет тарапынан көрсетілген көмек арқасында халықты жұмыспен қамтып отыр. Мерей Байет, Ермек Кеншімбек, 7-7 News. Шілде айының соңына дейін шаһардың 65 тұрғыны жер асты құбырлары арқылы газ пайдалану режиміне көшуі тиіс. Бұл жұмыспен Қазтрансгаз аймақ акционер қоғамы айналысуда. Тірліктің тиянақталуын Тараз қалалық мәслихатының депутаттары бақылауға алып отыр. Халық қалаулылары бүгін осы бағыттағы жұмыстармен танысты. Газ тарату желілерінің жаңа құрылысы мен модернизациясы Тараз қаласының барлық бөліктерінде жүргізілуде. Қалалық мәслихат депутаттарының Қазтрансгаз аймақ мердігерлері жұмысын зерделеуі Күләш Байсейітова мен Тектұрмас көшелерінен бастау алды. Құрамында қоғамдық кеңес пен Нұр Отан партиясының мүшелері, қалалық әкімдік бөлімдерінің басшыларынан құралған комиссия халықпен де тілдесіп, бүгінгі жасалып жатқан жұмыстың барысында баяндады. Ескі древний Тараз болғандықтан көшедегі трубалардың барлығы алынып, әдемі 21 ғасырдың архитектурасына сай келетіндей қылып бұл кісілер жасап жатыр. Әрине кемшіліктер болады, жер қазылады, оның технологиясы істелініп жатқан, бірақ бұның барлығы жасап жатқаны біздің Жамбыл облысының Тараз қаласының халқына жасалып жатқан үлкен жұмыс. Сондай-ақ комиссия құрамы Қазтрансгаз аймақ мердігерлерінің Целиноградская көшесіндегі газ құбырларын ауыстыру жұмысымен танысып, Усть-Каменогорская көшесіндегі аяқталған жұмыстың нәтижесін де көріп қайтты. Қалалық мәслихаттың шешімі бойынша осы жерде мына комиссия, тұрақты комиссиясының жұмыстарымен мына модернизация дейміз ғой. Сол модернизацияны распределительной сети газопроводов дейміз. Соның ішіндегі өткен модернизация өткен жерлерді өздеріңіз көріп отырсыздар бүгінгі күнге. Газ тарату желілерінің жаңа құрылысы мен модернизациялау Жамбыл облысы бойынша 2 этапта жүргізу жоспарланған. Ал бірінші этап жұмыстары 15 шілде күні аяқталады деп жоспарлануда. Нәтижесінде қаланың 65% жер асты желілер арқылы газ пайдалану мүмкіндігіне ие болады. Жансұлу Дүйсенәлі, Серік Тәжібаев, 7-7 News. Мемлекеттік қызметтің жаңа моделін іске асыру жұмыстарының қорытындылары бүгінгі өткен брифингте талқыланды. Ағымдағы жылдың 1 шілде күнгі бұл облыс аумағында мемлекеттік қызметшілердің жалпы штат саны 168 бірлікті құрайды. Оның ішінде 6-ы саяси қызмет лауазымдары, 16-сы А корпусының, яғни жоғары шенділер және 5146-сы Б корпус мемлекеттік әкімшілік лауазымдағы қызметкерлер. Бүгінде мемлекеттік қызметшілердің нақты саны 4703. Мемлекеттік қызметте жұмыс істеу үшін бекітілген реформасында 3 этап емтихан тапсыру керек. Биылғы жарты жылдықта 634 қызметтік штатқа 152 конкурс өткізілген. Оған 511 азамат қатысып, 207 сынақтан сүрінбей өткен. 58 немесе 42,13% жеңімпаздар әртүрлі санаттағы мемлекеттік қызметке жұмысқа орналасты. Сондай-ақ бірінші жарты жылдықта аймақтағы 690 мемлекеттік қызметкер арнайы оқыту жұмыстары мен кәсіби шеберліктерін шыңдау курстарынан өткен. Ол үшін жергілікті бюджеттен 25 миллион теңге бөлініпті. Есептік кезеңде департаментпен 31 тәртіптік іс қозғалды. Әдеп жөніндегі кеңестің 5 мәжілісінде жалпы 31 тәртіптік іс қаралды. Бір істің қарау мерзімі уақытша тоқтатылды. 24 іс бойынша тәртіптік жаза қолдану ұсынылды. 6 іс бойынша жазаға тарту мерзімінен өтуіне және фактілердің дәлелденбеуіне байланысты қысқартылды. Аймақта мүмкіндігі шектеулі жандардың кедергісіз келешегін қамтамасыз ету нұр отандықтардың назарында. Енді партия пәрменімен мүгедек жандардың жұмысқа орналасу, пандустарды орнату немесе өзгеде құралдардың толыққанды бар жоғы тексерілетін болады. Осы мақсатта Нұр Отан партиясы Тараз қалалық филиалының ұйымдастыруымен дөңгелек үстел отырыс өтті. Күн тәртібіндегі мәселеге баяндама жасалып, өңіріміздегі мүмкіндігі шектеулі жандарға жасалған жағдай туралы айтылды. Дегенмен түйіні шешілмеген мәселелер де аз емес. Алдағы уақытта оларды ақпараттандыру және құқықтарын қорғауға ерекше назар аударылу керек екендігі айтылды. Бұл тұрғыда кедергісіз келешек жобасы қолға алынып, түрлі бағытта жұмыстар жүргізілмек. Мемлекеттік қолдау ең алдымен азаматтардың толыққанды әлеуметтік және экономикалық өмірге белсенді қатысуына бағытталуы қажет. Енді осы кедергісіз келешек партиялық жобасының басты
мақсаты мүмкіндіктері шектеулі тұлғалардың өмірінің сапасын арттыру. Енді осы партиялық жобаның алға қойған міндеттері осы мақсатты жүзеге асырудағы бейінді мемлекеттік және салалық бағдарламалардың тиімді орындалуына қоғамдық бақылауды ұйымдастыру. Мүмкіндіктері шектеулі тұлғалардың проблемаларын шешу үшін мемлекеттік органдарды, азаматтық қоғамды, бизнесті жұмылдыру. Мүмкіндіктері шектеулі тұлғалардың әлеуметтік бейімделуіне қоғамды тарту. Жаз мезгілі басталысымен қауын қарбыз сатылатын сауда нүктелерінен көз сүрінеді. Олардың арасында қолында құжаты барлар мен рұқсатсыз сауда жасап отырғандар қаншама. Ерте піскен дақылдар қайдан келеді? Құрамы қаншалықты қауіпсіз? Осы сұрақтармен бас ауыртып жатқан тұтынушылар некен саяқ. Көбісі тек бақша дақылдарынан уланып, дәрігер көмегіне жүгінгеннен кейін ғана өнімнің сапасы мен қауіпсіздігіне көз жеткізіп жатады. Осындай бейберекет саудамен көшенің көркін қашырғандар Таразда тексеру жүргізілді. Рахат Күзберген толықтырады. Көкөністер мен жеміс жидектер қала көшелерінде, бейберекет сауда орындарында, белгіленбеген жерлерде сатылуы тұтынушылар арасында көптеген қиындықтар туындататыны шындық. Тіпті өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары жоқ. Қандай тыңайтқыштармен өңделгені туралы мәліметтерді білу қиынға соқтырады. Бүгін осыны анықтау үшін жауапты мамандар арнайы рейдке шықты. Қазіргі таңда базарларда қарбыз келісіне 40 теңге, қауын 50 теңгеден сатылуда. Ал жол жиегінде бұл баға 10-20 теңгеге қымбат. Сондай-ақ негізгі көтерме сауда аймағы Ауыл Береке базары болып отыр. Бейберекет саудаға қойылған қауын қарбыз облысымыздың басқа аймақтарынан тасымалданады екен. Санитарлық кітапшасын сұрағанымызда сатушылар құрамын базардағы зертханадан тексеруден өткіземіз деп ақталды. 10 жыл болды мен үйдің жерінде алған жоқпыз 2006 жылдан бері. Кредитім бар, 100 мың мысалы қазір. Бала үйлендіру дедік, не дедік, сонымен кіріп кеттік. Қыста тағы кіресің, сауда жоқ. Тұрғындардың көкейінде әрдайым көкөніс пен жеміс жидектердің қаншалықты деңгейде қауіпсіз, зияны қандай деген сауалдардың да тұратыны заңдылық. Базарлар мен сауда орындарын былай қойғанда, қала көшелерінде де құжаты жоқ қауын қарбыздың саудасы қызуда. Тығылып сатып жатқан жоқ қой? Ашық жерде тұр. Мен белдікқа қауын қарбыз жеп көрмедім. Бірінші рет алайын деп көрдім. Бағасын сұрап көріп отыр. Учаскелік полицейлер мұндай сауда орындарына бұған дейін тек ескерту жасаумен шектелген екен. Ескертуді ескермеген соң ғана хаттама толтыруға кірісті. Қазір жағдайда қаланың ішінде жұмысшы топ құрылған. Жұмысшы топ заңсыз сатылып жатқан орындардың бәрін бақылап, соларға ескерту жасап жатырмыз. Алдағы уақытта нәтиже шығарамыз деп жатырмыз. Себебі бұны тек аптаның ішінде бір-ақ рет қана емес, біз барынша күнделікті шығуға әрекет жасап жатырмыз. Ағымдағы жылы қала аумағында 1232 әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Оның ішінде 1181 тұлғаға ескерту жасалса, 51 тұлғаға хаттама толтырылған. Жалпы 2 миллионнан астам теңге көлемінде айыппұл салынған. Осыған қарамастан бұл заңсыздық тыйылар емес. Рахат Күзберген, Марат Таубаев, 7-7 News. Алда спорт жаңалықтары, арнамыздан алыстамаңыздар. Рио-де-Жанейро қаласында өтетін Олимпиада ойындарында ел намысын қорғайтын зілтемешілер құрамы анықталды. Әйелдер құрамасына Маргарита Елисеева, Карина Горичева мен Жазира Жаппарқұл кіріп отыр. Ал ерлер арасында Чанти Арли Харки Фархат, Нежмат Рахимов, Денис Уланов пен Александр Зайчиков аттанатын болды. Өкінішке орай бұл тізімде Лондонда топ жарған Илья Илен, Светлана Подобедова, Майя Манеза мен Зульфия Чиншанлардың есімдері жоқ. Халықаралық ауыр атлетика федерациясы допинг дауынан кейін спорттан уақытша шеттеткен еді. Бұған дейін Рио Олимпиадасына Қазақстанның ауыр атлетика құрамасы 10 жолдама алған. Алайда спортшылардың допинг қолданғаны үшін еліміз 2 лицензиясынан айырылып қалды. Байрақты бәсекеге аттанатын 8 саңлақтан толағай табыс күтеміз. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легосындай амандықта жүздескенше. Ал қазір ертеңге арналған ауа райы мәліметі.
13 шілде ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлер күні. 1992 жылы 13 шілде күні Қазақстан Республикасының президенті Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті құрылды. Есте қалар оқиғаларға келер болсақ, 1908 жылы Лондонда 4-ші Олимпиада ойындары ашылды. Оған тұңғыш рет әйелдер қатысты. 1923 жылы Лос-Анджелесте Маунт-Ли тауының бөктерінде Голливуд жазуы пайда болды. Алғашқыда ол Голливуд Ленд болып жазылды және оның киноға еш қатысы болмады. Жазу жаңа тұрғын ауданның жарнамасы ретінде орнатылған болатын, бірақ ол бірден туристердің назарын аударта бастады. Есімдерге келер болсақ, 1923 жылы ресейлік театр және кино актері, КСРО халық әртісі Михаил Пуговкин дүниеге келді. 1930 жылы Уругвайда тарихта алғаш рет футболдан әлем чемпионаты басталды. Уругвай спорттық жарысты өткізу орны ретінде кездейсоқ таңдап алынбады. 1949 жылы ауыр атлетикадан Қазақстан Республикасы штаттық ұлттық құрамасы жасөспірімдер құрамасының жаттықтырушысы Леонид Дигай дүниеге келді. Әлем чемпионы Майя Манезаны, Азия чемпионы Азия ойындарының қола жүлдегері Фролов Дмитрийді, Еуропа чемпионатының 2 дүркін күміс иегері 2004 жылы Афинада өткен 18-ші Олимпиада ойындарының қола жүлдегерін тәрбиеледі. 1950 жылы жазушы Әлбек Көбентаев дүниеге келді. Қарақалпақстан Республикасының Нүкіс қаласында туған. Ходжелі педагогикалық училищесін Ресейде Таганрог мемлекеттік педагогика институтын бітірген. 1997 жылы тарихи отанына оралып, орта мектептерде мұғалім болып істеген. Нұрлы ағыс, көргенді перзент кітаптарының алғадағы кеш, әңгіме повесть жинақтарының пән апталықтары, оқушы практиканттарға ескертпе, ғылыми әдістемелік кітапшалардың авторы. Дулатовтың Қазақ қайдан шыққан кітабын аударған. 1967 жылы публицист, журналист Нұрлан Қалқа Алматы облысы Асы жайлауында дүниеге келді. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген. Қазақстан журналистер одағының және Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. Баубек Болқышев атындағы сыйлықтың лауреаты. Астана бәйтерек республикалық конкурсының жеңімпазы. 2007 жылы Тараз қаласында облыстық ұлттық қауіпсіздік органдарының тарихи мұражайы ашылды. Үйлену, қыз ұзату, түрлі той көйлектері, ерлерге арналған классикалық үлгідегі киімдер, ұлттық нақыштағы оюлары мен өрнектелген қолөнер туындыларына Балжан тігін шеберханасы тапсырыс қабылдайды. Биік талғам, жоғары сапа, кеңселер мен тұрғын үйлерді қазақи бұйымдармен әсемдейміз. Біздің мекен жайымыз Қаратау қаласы, Мұхтар Әуезов көшесі, 1-ші. Аспара мәнерлік және бизнес колледжі 2016-2017 оқу жылдарына киім дизайны, тігін өндірісі мен киімді үлгілеу, шаштараз өнері және сәндік косметика мамандықтары бойынша студенттерді қабылдайды. Заман талабына сай кәсіби білім беретін оқу ордасы, шаштараз, тігін шеберханасы және сән салондарымен жабдықталған. Жеделдетілген курстар да бар. Өндірісте жұмыс істей жүріп, колледждің сырттай оқу бөлімінде біліміңізді шыңдай аласыз. Колледж білімгерлері жыл сайын киім үлгілерінің топтамасын көпшілікке ұсынуды дәстүрге айналдырған. 16 жыл ішінде 700-ден астам маман иелерін дайындап шығарды. Олар бүгінде алдыңғы қатарлы өндіріс орындарында жемісті еңбек етуде.